Саламатсыздар ма көрермендерім? Құлақ ауырғанда не істеу керек? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен пайдалы қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жалпы құлақ сыртқы, ортаңғы және ішкі бөліктерден тұрады. Құлақтың құрылымына құлақ қалқаны, құлақтың шеміршек үсті қабаты, сыртқы және ішкі есту жолдары, барабан пердесі жатады. Құлақ ауруларының себептері мен дамуы әртүрлі болуы мүмкін. Құлақ ауруы күз-қыс айларында асқынады. Өйткені есту мүшесінің сырқаттары суықтан пайда болады. Құлақ миға жақын орналасқандықтан бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Сол үшін құлақтың естуі нашарлағанда немесе суықтап, сыздап ауырғанда ең алдымен дәрігерге көрінген дұрыс. Құлақ ауырса, оның себебін біліп алмай, кез келген затты басуға болмайды. Егер құлақта ірің болса, тіптен жылына жақындатпау керек. Жылу іріңді одан сайын күшейтеді. Іріңсіз тек асқыну процесі болса, укол мен дәрі-дәрмек арқылы емделген жөн. Ал жеңіл-желпі ауырған кезде мынадай халық емдерді қолдануға, әрі суықтан болған аурулардың алдын алуға болады. Яғни, қызылшаны қабығынан ашып, тазалап, суда қайнату керек. Оны ұсақтап турап, балмен араластырып, дәкеге орап, құлақтың ішіне жылыдай салып, 1,5 сағаттай ұстаңыз. Дәл осылай мұрын аурулары кезінде пиязды пайдалансаңыз көмектеседі. Құлақ суықтап, қақсап ауырғанда жылытылған глицеринге немесе жалбыз тұнбасына малынған мақтаны құлаққа тығындап салып, сыртынан қалың орамалмен байлап 3-4 сағат ұстаңыз. Лор дәрігерінің айтқан кеңестерімен бөлісейін. Менің құлағымнан салқын кетпей мазалағанда дәрігерінің берген кеңестері: шай қасықты оттықпен, зажигалкамен жылытып, қасыққа көз мөлшерімен жағатын камфора майын құясыз. Жылы қасықта жылынған камфора майын құлақтың сыртынан жағып, оның сыртына целлофанмен орап, орамал тағып жатыңыз. Бұл емді түнде ұйықтарда жасаған тиімді. Есіңізде болсын, үтікпен орамалды қыздырып, құлағыңызға баспаңыз. Құлақтың жүйке жүйесін өлтіреді деп дәрігерім айтқан. Құлағыңызға дәріханаларда сатылатын ушные свечи деп аталатын майшамды салмаңыз. Ол балауыз жанып қатып қалады да құлақтың бітелуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Ішкі құлақтың өзіндік аурулары болады. Барабан пердесінің қабынуы салдарынан отит ауруы пайда болады. Отит жедел іріңді шырышты болып бөлінеді. Отит кейде барабан пердесінің тесілуі нәтижесінде немесе тесілмеуінен де болуы мүмкін. Егер науқас дұрыс емделмесе, барабан пердесінің тесігі бітелмей қалған жағдайда отит созылмалы түрге айналады. Созылмалы отитті емдеудің бірден-бір жолы жедел ем. Ол үшін барабан пердесін жамау керек. Оны тек отта жасау арқылы бітей алады. Жоғарыда айтылғандай, ішкі құлақтағы отит жағдайында құлаққа су кірмеуін сақтықпен қарау керек. Су кірген жағдайда құлақта ірің жинала береді. Бұдан құлақтың барабаны тесілуі мүмкін. Дереу дәрігерге көрініп тиісті ем алған жағдайда барабан пердесі бітелуі мүмкін. Менің бір құлағым отит болып, барабан пердесі тесілген. Дәрігерге көрініп ем алған соң барабан пердесі бітелді. Бірақ үнемі құлаққа су кіргізбей, салқын күндері жылы ұстап күтіну қажет. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.